басты мәселе неде? Басты мәселе ең сорақысы ақылы парковканы сызу, оны күтіп ұстау, инженерлік желілер жүргізу, жолын төсеу, бордюрін жасау, бәрі қалалық бюджеттен жасалады. Тек қана әлгі жеке компаниялар ақша алудан басқа әрекет етпейді. Тағы бір конституцияға қайшы келетін тұсы бар. Яки мынандай мәселе болды. Сіз келесіз 5 минутқа көлігіңізді қойдыңыз, 10 минут жарты сағатқа төлемей кетіп қалдыңыз. Жекеменшік компания сізден ақысын өндіру үшін азаматтық деңгейде, азамат кодексінің деңгейінде сізден өндіру керек. Бірақ біз олай істемейміз ғой. Төлемей кеткен адам үшін ішкі істер министрлігі айыппұл салады. Яки жекеменшік компанияның құқығын мемлекет қорғап келді үкімет. Бұл да дұрыс емес екенімізді ескерттік. Осыған қатысты енді әкімшілік кодексте тиісті өзгерістер енгіздік, өздеріңіз білесіздер. Мемлекет басшысы 10 қаңтарда қол қойды, 12 наурыздан бастап күшіне енеді. Бұл жерде нақты ұсыныстар бар. Және айыппұлдардың санын азайттық. Яки сізге айта кетейін, бұған дейін ақылы тұраққа тұрған көлігіңізді, қойған көлігіңіздің 100 теңгесін мәселенге төлемей кетсеңіз, бірінші рет сізге 11.000 теңгедей айыппұл салатын еді. 3 айлық есептік көрсеткіш. Біз оны 1 айлық есептік көрсеткішке түсірдік. Шамамен 3.900 теңге. 4.000 теңге деп алайық, және жақсы. Және біз соның ішінде өзгеріс енгізіп қойдық, заңға қол қойып қойды заң. Бір аптаның ішінде сол ақшаны төлесеңіз, айыппұл сізге 50% кетіп беріледі. Бұрынғыдай 4.000 теңге емес, бұрын 11.000-ге 4.000-ға түсірдік, бір аптада төлесеңіз 2.000 төлейтін боласыз. Бұдан бөлек бір жылдың ішінде екінші немесе одан да әрі сіз жаңағы мынау ақылы парковкаға ақша төлемей кету жағдайы қайталанатын болса, онда бұрын 5 айлық есептік көрсеткіш еді, 20.000 теңгедей. Біз оны тағы да төмендеттік, 2 айлық есептік көрсеткішке, ол 8.000 теңгенің көлемі. Бұл да маңызды ұсыныс қабылданған, және де осы бағытта енді қазір біз ақылы парковка иелерімен, әкімдіктермен жұмыс жүргізіп жатырмыз екі бағытта. Біріншіден, сіздер тақтайды қоясыздар, мен жарнама болмасын, айтпай қойын, тақтайды қоясыздар, және қызыл түсті банктің QR кодын қоясыздар. Бірақ мен ол банктың клиенті болмаса, менің құқығым бұзылып тұр. Сәйкесінше біз айттық, елімізде бір банктердің барлығын QR код қою керек. Бір. Екінші, бұл қоғамдық орын болғандықтан азаматтарға түзелу мүмкіндігін беру керек. Яки мен ақылы автотұраққа машинамды қойып, төлемей шығып кеттім, сізде арнайы база бәрі болу керек дедік. База бола, шығып кеткен кезде маған SMS келу керек. Нартай Аралбайұлы, сіз төлеуді ұмыттыңыз. Мен қайтып келіп төлеуім керек, банкомат жүйесі сияқты. Егер маған ескертпей келе тұрып, мен бұл әрекеттен бас тартатын болсам, тиісті ақыны төлеу, онда маған тек қана сол кезде айыппұл салу керек деді. Бұдан бөлек, мен өзім депутаттық сауалымда тиісті бірнеше ұсыныс бердім. Яки ақылы автотұрақта тегін тұру уақытын 5 минуттан 30 минутқа созыңыздар дедім. Өйткені бұл жерде қызметті ұсынушы мен қызметті пайдаланушы, яки біздің азаматтардың арасында үлкен құқық теңсіздігі бар.